Құрметті Қасым Жомарт Кемелұлы, бұл видео үндеуім үкіметтің порталында азаматтарымызға, енді шетелдегі қандастарымызға қатысты заң жобасына байланысты болып тұр. Азаматтықты мына үкімет қандастарымызға 4-5 жылға шегеріп, 4-5 жылда бірақ береміз деп отыр сол жобада. Бұл енді сұмдық. Өйткені мына айтпай қойық, жеріміз кең, адамымыз аз. Қазіргі қауіпті жағдайда бұл енді сатқындық деп есептеймін. Өйткені былтырдан бастап біздің көрші соғыс ашқан Украинаға әртүрлі сөздермен биік биліктің төңірегіндегі билік өкілдері, сол саясаткерлер, депутаттар, олар сыртқы, ішкі саясатқа да ықпалы бар адамдар. Путиннің өзі біздің территориямызға әртүрлі сөздермен көз тігіп отыр. Одан қоймай, енді Медведевта соғыс ашамыз деп отыр. Украинадан кейін Қазақстан және Грузияға. Енді осы жағдайда қараңыздар, қазақтарға азаматтық берілу қандастарымызға бұғатталып жатыр. 4-5 жылға шегеріліп жатыр. Ал енді керісінше сол елден сондай саясат ұстанатын енді билік қандай, халқы да сондай. Миллион келді адамдар. Миллион. Менің оған күмәнім жоқ. Өйткені ақпарат болды. 1,5 мың ЖСН берілді былтырдан бастап деп. 1,5 мың ЖСН-ді біз көрген жоқпыз. Миллиондап келіп жатқан қандастарымызды. Бір мүмкін 200, максимум 300, мүмкін 100 мың берілген шығар. Қалған миллионнан астам кімге берілді? Басқа елден де бізде лек-легімен ағып жатқан адамдарды көрген жоқпыз. Ресейден келіп жатқандарға. Енді қараңыз, әр мемлекетті ұстап тұратын мемлекет құрушы ұлт. Әр унитарлық мемлекетті ұстап тұратын мемлекет құрушы ұлт. Ал біз қандастарымызды кіруіне бұғат жасап жатырмыз. Көрші елден Біріккен ұлттар ұйымы агрессор деп таныған. Біз есігімізді айқара ашып, лек-легімен ағып жатыр олар бізге. Сондықтан тәуелсіздігіміз өте күмәнді жағдайда. Сіз өзіңіздің төңірегіңіздегі адамдарды аппаратқа ревизия жасаңызшы. Мына қаңтарда болған ұлттық қауіпсіздік комитеттің сатқындығынан кейін біз ештеңеге таңғалмаймыз. Өйткені мынаны енді тек қана мемлекеттің жаулары ғана істеуі мүмкін. Менің ойым солай. Әрине қателессем, енді Құдай өзі кешірсін, бірақ та басқаша ештеңені ойлауға болмайды. Өйткені факт, заң жобасы қазақтарға, қандастарға азаматтықты беру 4-5 жылға шегеріліп жатыр. Керісінше миллиондап дейікші, келесі жылда сол бек болу мүмкін, бірнеше миллион келіп жатыр адамдар. Сосын оларға мына ЖСН-ді олар табанда алады. Жұмысқа орналасу үшін олар 1 жылға рұқсат алып жатыр. Қызығы сол қандастарымызға солай болмаса беріліп жатыр ма, қазір жоқ па? Сосын басқалардың білуімше, қазақ еместердің Қазақстанның азаматтығын алу, ол да 4-5 жыл. Енді сонда қандай айырмашылық болып жатыр? Сосын Қасым Жомарт Кемелұлы, сіз 7 жылға
сондай президенттік мерзімді ұзатуға сайлау өткізейін деп жатырсыз қазір осы күзде. Енді осыдан кейін сіздің сайлаушыларыңыз көбей ма? Сол жағында ойланыңызшы. Белгілі блогерларға, көрермендер көп блогерларға айтатыным, сұрайтыным, өтінішім, таратыңыздаршы. Өздеріңізді үндемей қалмай айтыңыздаршы. Бұл біздің тәуелсіздігімізге төнген орасан қауіп. Басқа айтарым жоқ. Роза Бейсенбайтегі, Кереку қаласынан.